Достар, әріптестер, қараңыздар, Жымын Групп корпорациясының мен сіздерге маркетинг планының тек қана бірінші түрлі доходын ғана толыққанды разбор жасап, әрдайым көрсетіп жүрмін. Неге? Өйткені Жымын Групп корпорациясының бірінші түрлі табысы 5 уровеньнан 5 ұрпақтан түсетін табыстың өзінен бізде партнерлар 300 мыңнан бастап айына 10 миллион теңгеге дейін табыста болады. Оны не үшін айтып жатыр? Өйткені басқа желі маркетингтардың 4 түрлі табысын, 3 түрлі табысын қосқан кезде бізде Жымын Групп корпорациясының бірінші түрлі доходына жетпейді. Басқа сетевой компанияның рефералкасын қосаңыз, потому что оларда реферальный бонус одноразовый. Екінші командный бонусын, бинарный бонусын қоссаңыз, тоже одноразовый, потому что повторный заказ классикадан өтеді. Үшінші за уровень деген беретін доходтарын қоссаңыз, немесе матчинг бонустарын есептейтін болсаңыз, біздегі Жымын Групп корпорациясының бірінші түрлі табысы 5 ұрпақтан түсетін доходына жетпейді. Жетпейді ол. Енді қараңыздар, Жымын Групп корпорациясының маркетинг планы: өміріңізде бір-ақ рет ақша саласыз, одан кейін бұл компания еш уақыт ақша салмайсыз. Өміріңізде бір-ақ рет ақша салу арқылы сіз қанша табыс табатынын мен сіздерге есептеп беремін. Осыған қатты көңіл бөліңіздер. Манағы тек қана бірінші түрлі доходпен ғана фокус бөліп жұмыс жасасаңыз, екінші түрлі табыс командный болса айына бір рет түседі, тұрақтылық табыс айына бір рет түседі, матчинг болса айына бір рет түсіп отырады. Ал 5 ұрпақтан түсетін табыс реферальный болса, ол күнделікті күнде түседі. Бұл өте күшті, маржасы көп, традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Мықты алгоритмі бар, мықты франшиза. Енді қараңыздар, сіз 20% дәрежемен жұмысты бастайсыз. Мен сізге айтып отқан жоқпын, сіз 40%-дасыз, 30%, 60% дәрежедесіз деп айтып отқан жоқпын. Сіз 20% дәрежедесіз, бизнесті бастап жатсыз. Өзіңізге сенім артатын міндетті түрде 5 танысыңыз болады. 5 ұрпақтан түсетін табысқа 5 личник шақыру, ол абырой алып келеді. 2 адам шақырғаннан қара бет болмайсыз бұл жақта. Бұл абырой алып келетін бизнес. Маған сенім артқан 7 адам болды. Бірақ мен командамда сондай лидерлар бар. Бірінші линиясында 160 личник, 137 личник, 70 личник. Бір күннің ішінде TikTok арқылы 5-10 личник тіркеп атқан лидерлар бар. Сондықтан ол біз үшін личник тіркеу деген ол сән. 60% дәрежеге шыққаннан кейін личник тіркеудің азарты басталады негізі. Енді қараңыздар. Сіз 20% дәрежемен бастадыңыз, өзіңіздің 5 личнигіңізді шақырдыңыз 20% дәрежемен. Өйткені бизнесті бастаған соң 20% дәрежемен бастайсыздар. 5+1 кезінде бізде бәрі 20% дәрежемен тіркеледі. Сол кезде бірінші линияңыздан сіз 20% аласыз, өйткені сіз 20% дәрежедесіз. Бірақ осы 5 личнигіңізді шақырған кезде әрқайсысынан сіз 25 мың теңгеден аласыз. Әрқайсысынан. Енді 5 көбейтемін 25 мың теңгеге, 125 мың теңгеге табыс табасыз. Бірінші линияңызға 5 личник шақырған үшін сіз автомат түрде 30% дәрежеге көтеріліп кетесіз. Бір дроп 30 деп отқан, бірінші линияңыздан 30%-ға шықтыңыз деген сөз. Енді қараңыз, бұл 5 личнигіңіз сіздің дубликацияңызды қайталап, әрқайсысы өзінің 5 личнигін шақырып жатыр. Бір кісі 160 личник шақырып жатыр, негізі бір кісі 70 личник, біреу TikTok арқылы күніне 10 личник тіркеп жатыр. Бірақ мен тек қана минимум 5 личниктан шақырып жатыр деп айтайын. Сол кезде екінші линияңызда 25 адам болады. 25 адамды көбейтемін, 10-ақ қана процент аласыз. Өйткені бұл кісілер өздері 20%-да, сондықтан 20% болған сет, сіз 30% дәрежесіз, 10% сізге түседі. Сондықтан екінші линиядан 10% түседі деп мен уже есептеп қойдым. Сонда 25 адамды көбейтемін, екінші 20% пакетпен тіркелетін болса, әрқайсынан 13.100 теңге түседі. 327.500 теңге табыс сізде екінші линияңыздан түседі. Бірақ сіз уже екінші линияңыздың товар оборотына автомат түрде уже 40% дәрежеге көтерілесіз. Көрдіңіз ғой? 20% бастағансыз, екінші линияңыздан уже 40% дәрежеге көтерілесіз. Дәл сол секілді бұларды сіздің шақырған лидерларыңыздың дубликациясын қайталап, 5+5 адам, әркім өзін 5 адам шақырып алып, үшінші линияңызда әрқайсысы 25 адамнан, получается, үшінші линияңызда 125 адам. Оны көбейтемін 13.100 теңгеге 1.637.500 теңге табыс көресіз. Түсінікті ғой? То есть, сіз үшінші линияңыздан 50% дәрежеге көтерілесіз. Сенбесеңіз маған есептеп қараңыздар. Мен тура есептеп шықтым. Бәрін 20% дәреже. Үшінші линиядан сіз уже 50% дәрежеге көтеріп кетесіз. Енді қызықты қараңыз. Бұларда әркім өзін 25 адам, өзін 5 адамын шақырып жатыр. Төртінші линиядан да сіз тоже 10% аласыз. Сонда 625 адам болады, оны көбейтесіз 13.100 теңгеге 8.187.500 теңге табыс көресіз. Сіз төртінші линияңыздан 60% дәрежеге шығып кетесіз. Көп партнерлер сұрайды, мен 60% дәрежеге қалай шығамын деп. 20% дәрежеде болғансыз, 60% дәрежеге шықтыңыз. Сол кезде сіздің тапқан табысыңыз
общий тапқан табысыңыз мынаның барлығын қосқан кезде 10.277.500 теңге табыс көрдіңіз. Бұл тек қана біздің Джимун Груп корпорациясының бірінші түрлі доходы тек 5 уровеньнан түсетін реферальный бонусты айтып отырмын. Басқа компанияларда реферальный бонус одноразовый. Әркім өзінің шақырған адамнан $20 алады, болды, одан кейін табыс таппайды. Ал бұл жақта әр лидеріңіз 60% дәрежеге шығам дегенше сіз қанша табатынын енді айтамын. Енді қараңыз. Осы кезде 4 линияның өзінен сіз 60% дәрежеге шығасыз. 10.270.500 теңге тек 4 линияңыздан ғана табыс таптыңыз. Екінші сізге командный бонус ашылып жатыр. Бірақ әлі сіздің 5-ші линияңыз, 5-ші ұрпағыңыздағы табысыңызды есептеген жоқпын. 5-ші линияңыздан да сіз 10% аласыз. Өйткені шақырған лидерлеріңіздің бәрі 50%-ға шығады. Сіз 60% арасында 10% разница түседі. Әр қайсысы тоже 125 адам әркім өзінің 5 адамын шақырып алады. Сонда сіздің 5-ші линияңызда 3125 адам болады. Оны көбейтемін 13100 теңгеге 41 миллион теңге табыс табасыз. Оның алдында қосқан 10 миллион теңгеңіз бар. Сонда қанша? 51 миллион теңге табыс табасыз. Соны 5 адамға көбейтетін болсаңыз, әр лидеріңіз 60%-ға шығам дегенше, әр лидерден сіз 10 миллион теңгеден табыс көреді екенсіз. Әр лидерден. Енді қараңыз. Дәл осындай тек қана бірінші түрлі табыстың өзінен каждый шақырған лидеріңіз 60%-ға шығам дегенше 10 миллион теңгеден табыс көретін болсаңыз, неге сіз ай сайын 15 личниктен тіркемей өтсіз? Соған сіз жауап беріңізші. Неге сіз ай сайын таргетинг рекламаға 100.000-200.000 теңге қоспай өтсіз? 200.000 теңгеге саласыз, мен бір күннің ішінде, қазірдің өзінде, бір күннің ішінде $20 таргетинг реклама қосам, бір күнде 100 адам жазады. 100 адамды сіз от души обработка жасаңыз, маркетинг түсіндіріңіз, продукттың отзывтарын жіберіңіз. Міндетті түрде $20 дегеніміз ол әріптестер 10.000 теңге ақша. Ал сіз 200.000 теңгеге таргетинг реклама қосасыз, бірінші линияңызға бір айдың өзінде сіз 20 личник тіркеп тастайсыз. Сонымен бір ай от души жұмыс жасаңыз. Сондықтан тек қана бірінші түрлі табыстың өзінен 50 миллион теңге табыс табатын көзін таптым мен. Бәсе менің спонсорларым Ардақ ханым, Сайрагүл ханым үстіндегі вышестоящий неге ай сайын личник тіркей береді, олардың өзінің доходтары жетпей ме десе, мына азартқа түсіп алған ғой, түсіндіңіздер ме? Дәл осы системамен жұмыс жасаңыздар. Екінші түрлі табыс командный бонус өз алдына түсіп отырады. Тұрақтылық табыс өз алдына түсіп отырады. Матчинг бонус өз алдына түсіп отырады. Фокустарыңыз ай сайын тек қана 5 личниктен тіркеу болсын. Болды, басқа ештеңе керек емес бұл бизнесте. Потому что бұл жақта звездный болезнь жоқ, статусный болезнь жоқ. Басқа компаниялар секілді мынада 51 миллион табыс табу үшін астынан 4 жылдыз шығару керек, 7 жылдыз шығару керек. Серебро шығару керек, золото шығару керек мына табысты. Бізде ондай жоқ, бізде только товарооборот болды. Ал енді қызықты қараңыз. 60%-ға шығып алғаннан кейін мына жақта сіз бірінші линияңыздан 20%, екінші линияңыздан 10%, үшінші линияңыздан 10% алғансыз ба? 60%-ға шығып алған соң керісінше бірінші линияңыздан 60%, екінші линияңыздан 50%, үшінші линияңыздан 40% ақша наоборот түседі. Сіз мына 20%-ық дәрежеде тұрған партнердің мен табысын есептеп беріп отырмын. Сондықтан қазір 20%-ық дәрежеде тұрған партнерлардың сіздер ұйықтамаңыздар. Ал 30%, 40%, 50%-ық партнерлар сіздерге вообще қате ұйықтау деген. Сізде таргетинг рекламаны қосып 2 есе жұмыс жасауларыңыз керек. Мен тек 20%-ық ең төменгі дәрежедегі партнердің қандай дәрежеге көтерілетінін көрсетіп беріп отырмын, алгоритмін есептеп беріп отырмын. Осымен жұмыс жасаңыздар, әріптестер, сау саламатта болыңыздар.